Қайырлы күн, менің жобамның тақырыбы отаным қасиетті туған жерім. Туған жер әр адамның жүрегінен ерекше орын алатын мәңгілікке ыстық мекен. Менің туған жерім Беген ауылы. Мен осы жерде өсіп, білім алып, өмірге қадам бастым. Ауылымның табиғаты көркем, ауасы таза, ал адамдары кең пейілді, қонақжай. Мен үшін бұл ауыл тек мекен емес, ол менің мақтанышым. Менің жобамның мақсаты жастар арасында еріктілік қозғалысын дамыту, қоғамға пайдалы жұмыстарға, соның ішінде бос уақытты тиімді өткізуге оқушыларды тарту, салауатты өмір салтын насихаттау және спортпен айналысуға қызығушылықты арттыру. Отан – бұл біздің өткеніміз бен болашағымызды байланыстыратын қасиетті ұғым. Туған жер әр адамның рухани тірегі, күш-қуат алатын орны. Сондықтан әрбір адам өз жерін сүйіп, құрметтеп, оның дамуына үлес қосуы керек. Жобамда Беген ауылы туралы шағын видео ұсынылған. Бұл видеода ауыл картадан көрсетіліп, оның жалпы көрінісі бейнеленген. Осы арқылы ауылымның табиғаты мен тыныш тіршілігін көруге болады. Беген ауылының өзіндік тарихы тереңде жатыр. Ауылымыздың өткеннен сыр шертетін құнды мұралар бар. Солардың бірі мұражайда сақталған тарихи белдік. Бұл белдік ата-бабаларымыздың тұрмысын, мәдениетін көрсететін ерекше жәдігер. Оқушыларға осы тарихи мұра таныстырылып, оның маңызы түсіндірілді. Мен өз жұмысымда Беген ауылы менің кіші отаным атты шағын кітапша қостым. Бұл кітапшада мектебіміздің тарихы, оқушылардың жетістіктері және белгілі біліктер туралы мәліметтер берілген. Бұл туған жерге деген құрметтің бір көрінісі. Сонымен қатар Беген орта мектебінің шағын макеті жасалды. Бұл макет арқылы мектептің келбеті көрнекі түрде көрсетіледі. Ол біздің еңбегіміз бен шығармашылығымыздың нәтижесі. Мектебімізде еріктілік жұмыстары белсенді дамып келеді. Оқушылар түрлі іс-шараларға қатысып, қоғамға пайдасын тигізуде. Біз үлкендерге көмектесіп, айналамызға жаңашырлық танытамыз. Еріктілік – ол мейірімділік пен жауапкершіліктің белгісі. Мектеп өмірі мазмұнды әрі қызықты өтеді. Оқушылар әртүрлі үйірмелерге қатысып, өз қабілеттерін жан-жақты дамытады. Бос уақыттарын тиімді өткізіп, кітап оқуға көңіл бөледі. Кітап оқу білімнің кілті, ой-өрісті кеңейтудің ең тиімді жолы. Сонымен қатар оқушылар түрлі жарыстарға қатысып, белсенділік танытады. Мектебіміздің оқушылары әрдайым алға ұмтылып, түрлі сайыстарда жақсы нәтиже көрсетеді. Командалық жұмыстар мен бірлік арқылы жетістікке жетуде. Ауыл жастары белсенді, білімді және болашаққа сеніммен қарайды. Қорытындылай келе, туған жер әр адам үшін ең қастерлі ұғым. Мен үшін Беген ауылы ерекше ыстық, жүрегіме жақын мекен. Мен өз туған жерімді мақтан тұтамын және оның дамуына үлес қосуға тырысамын. Отаным қасиетті туған жерім.